Студент жоғарғы оқу орнының қабырғасынан аттағаннан кейін тек қана білім алып қана қоймай, сонымен қатар жан-жақты дамуы керек. Осы орайда Тұран университеті Трампс, Сириус, Агитка сынды түрлі ұйымдарды ұсынып отыр. Бұл ұйымдарда студенттер тек қана жан-жақты дамумен ғана шектелмей, жақсы достар мен жарқын естеліктер табары сөзсіз. Бүгінде сол ұйымдардың өздерін таныстыру жәрмеңкесінің куәсі болып отырмыз. Толығырақ алдағы репортажымыздан тамашалаңыздар. Тұран университетінде бүгінгі таңда 20-дан астам студенттік ұйым жұмыс жасайды. Оның бірі жақында қатарға қосылып, өз шымылдығын түрген болса, енді біреулері тарихы тереңде жатқан азулы ұйымдар болып табылады. Жасап жатқан жұмысы мен бағыттары әртүрлі болғанымен мақсаты бір. Сіздің студенттік жылдарыңызды қызықты қыла отырып, университет дамуына өз үлестерін қосу. Сириус дебат клубына қосыламыз! Бүгін 18-ші қыркүйек және біз студенттер ұйымының жәрмеңкесін ұйымдастырып жатырмыз. Және өте қызықты болып жатыр. Бірінші курс студенттері көптеген студенттік ұйымдарға жазылып, өзінің студенттік өмірін енді бастайын деп жатыр. Оқу орны табалдырығын енді аттаған студент мамандық таңдағаны секілді бүгінде таңдау ортасына түсер анық. Өзінің жанына жақын болған бағытын таңдап, белсенділер қатарына қосылудағы алғашқы қадамдарын жасайды. Айта кетерлігі, қанша ұйымға жазыламын десеңіз де шектеу жоқ. Ерік өзіңізде. Мен Би және Сириус, одан басқа Анактус үйірмелеріне жазылдым. Өте жоғары деңгейде ұйымдастырып жатыр, және маған ұнады. Мен студенттік өмірімді Тұран университетінде өткізетіме өте қуанып жатырмын. Осындай ұйымдардың бар екенін көріп, және өз-өзімді қаншалық деңгейде жетілдіре алатынымды түсіндім осындай ұйымдардың арқасында. Мен үшін өте қуанышты болған қатысу, және де мен бірнеше организацияға жазылдым. Оларды атап өтетін болсам, олар Старк Тұран, Анактус Тұран, Сириус дебат клубы, әрине сосын Музик клуб. Өйткені мен өнерге қатысым өте қатты бар. Және де сіздердің Старков Тұранға жазылуым себебі, өйткені мен студенческий жизнь, былайша айтсақ, студенттік өмір өте мені қатты қызықтырады. Және де мен Тұранға түскеніме өте қуаныштымын. Әрқайсысы өздерін жекелей таныстырып, жұмыстарымен бөлісіп, өздеріне қосылуға шақырды. Бірі әсем әнмен қызықтырса, енді бірі билермен ерекшеленіп жатты. Қатарына енді қосылған жас достарына тәттілер үлестірді. Музлап организациясында біз өлең айтатын, немесе бір музыкалық аспапта ойнайтын бүкіл андай таланты бар студенттер жиналған. Ал Sport Life мысалға ол университеттің ішінде спорттық іс-шараларды ұйымдастыру жағынан. Егер студенттеріміздің ұйымдастырушылық қасиеттері бар болса, онда олар осындай Sport Life деген сияқты организацияларға кіре алады. Жәрмеңке басталғанына азғантай уақыт болғанына қарамастан, бірнеше ұйымға жазылып, өз таңдауларын жасап үлгергендер де бар екен. Жас отан, биге жазылдым. Английский бар ғой, өзі оқытатын соған жазылдым. Сосын Музлапқа жазылдым, жаңа рекламада айтып отқанда естідім. Организациялар өте керемет. Жазылып жатырмыз. Қазіргі уақытта біз дебат клубқа жазылдық, жас отанға жазылдық, өзімізге пайдасы бар клубтарға жазылдық. Таңдау жасаған студенттердің алда күтері мол. Үміттеріңіз ақталып, сенімдеріңізге серкеу түспесін дейміз. Ұйымдар қатары белсенді достарымызбен тағы бір мәрте толыққанына сеніміміз мол. Сіздермен бірге болған мен Гүлбаршын Нұрғали, арнайы Тұран Channel үшін.